мен Серік Нұрайберікқызы, Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының 9 сынып оқушысы, қоғам белсендісі. Сонымен қатар, Біріккен ұлттар ұйымының халықты қоныстандыру саласындағы ЮНФПА ұйымының Жезқазғандағы мекемесінің координатор және тренерімін. Ел үміті премиясы жайында ұстаздарынан біліп, ел үміті премиясына көшбасшылық қасиеттер айқын, білім, ғылым, өнер, шығармашылық және де басқа бағыттарда өздерін айқын көрсеткен жас болуы шарт. Мен бастамаммен қазіргі уақытта Жезқазғанда Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен Ойпир жастар желісі қарқынды дамуда. Ойпир жастар желісінің басты мақсаты бұл әлеуметтік және де денсаулыққа байланысты проблемаларды шешу, әрі жастардың көшбасшылық қасиеттерін дамыту. Менің алдыға қойған мақсатым еліміздің сенімді азаматы болып, қоғамдағы тек оң өзгерістерге белсенді қатысу. Ел үміті премиясы мен үшін маңызды, себебі мен қоғамдағы әр азамат қоғамға тек оң өзгеріс келтіру керек деп сенемін. Сол себепті мен ел үміті премиясы үшін аянбай еңбек етуге ниеттенемін.